қалай вареньемен осындай пирог жасауға болатын рецептісін таптым. Ал ондай болса көрейік. Онға қант ұнтағын, разрыхлитель және тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оған дейін маған жазылып қоюды ұмытпаңыз. Өте керемет рецепттер ұсынатын боламын. Оған мұздай майды осылай үккіштен өткізіп, песочный тесто дайындайтын боламыз. Описание бөліміне граммдарын толық жазып өттім. Осылай қолмен ұнтақ жасап аламыз. Одан кейін үстіне бір ғана жұмыртқаның сарысын саласыздар. Осындай қатты, тығыз ғана қамыр шығады. Міне, оны осылай формамызға салып, шетіне бортиктерін жұқа етіп жасап аламыз. Енді творогтың үстіне бір жұмыртқа және жаңағы ағын саламыз, қант саламыз және қаймақ саламыз. Менде домашний қаймақ, басқа қаймақтар сала берсеңіздер болады. 15-20%. Және жақсылап блендерлеп, осы қамырымыздың үстінен салып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Ал ол уақыт ішінде осы малина вареньемізға су қосып, бір қасық кукурузный крахмал қосып, араластырып, отқа қойып, сәл ғана қою болғанша 2-3 минут қайнататын боламыз. Осылай қайнағаннан кейін оны жақсылап блендерлейміз. Піскен пирогымыздың беті түскеннен кейін үстінен вареньемізді құйып, осылай түзулейміз. Болды, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі деген енді өте керемет, жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Жұлдызай.